Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін сіздермен математика сабағынан натурал сандар және нөл тақырыбын өтеміз. Натурал сандар деп санауға қолданылатын сандарды айтамыз. 1, 2, 3, яғни шексіздікке кете беретін сандарды айтамыз. 0 саны санауда қолданылмайды. Сондықтан 0 саны натурал сан болып табылмайды. Бірінші есеп, ауызша есептеңдер. Бұл қарапайым амал шығару есептері, көбейту, бөлу. Мысалы, біріншісінде 25 көбейтілген 4. 4-ті 5-ке көбейтеміз, 22 ойда 0-ді түсіреміз. 4-ті 2-ке көбейтеміз, 8, ойдағы 2-ні қосамыз, сонда 10 болады. Жауабы 100. Дәл солай ойша есептеміз. Менің қарындашпен жазып қойғандарым, олар жауаптары. Келесі А деңгейінің есебі. Екінші тапсырма. Балалар, бізде жоғарғы сыныпта әр тақырыптың есептері А деңгейі, Б деңгейі және С деңгейі болып 3 деңгейге бөлінеді. Мен әр деңгейді жеке бейне сабақ ретінде түсіремін. Яғни А деңгейі бірінші видео, Б деңгейі келесі видео. Өздеріңе қажетті есепті дереу тауып ала аласыңдар. Сонымен екінші тапсырмада кестедегі сандарды оқимыз. Міне, бізде кесте берілген сандар міне мұнда тұр. Енді кестеде берілген сандардың кластарын бір-бірінен аралықпен ажыратып жазыңдар. Кестеге қараймыз, разрядтар және кластар кестесі берілген. Мынау бізде бірліктер, мыңдықтар, миллиондар, миллиардтар және триллиондар. Енді қараймыз, мұнда 9 миллион 619 мың 425. Енді бізге алдымен соны жазып алайық. Міне кестеде берілген сан, міне ол мұнда тұр. Соны мұнда жазамыз. Енді соны жазбаша түрде жазамыз. 9 миллион 619 мың 425. Мұнда кестедегі бір-бірімен аралықпен ажыратып жазу дегеніміз, яғни бізде жазуға, түсінуге оңай болу үшін осылай ыңғайлы түрде жазамыз. Мысалға 9, ол санның артында 6 сан болса, ол уже миллион болып оқылады. Яғни 9 миллион 619 мың 425. Түсінуге және бізге жазуға оңай болу үшін. Келесі мына сан. Осыны дәптерде жазайық. 35 миллиард 617 миллион 927. Мына МЛР-ды және МЛН дегеніміз мына кестеде көрсетілген, міне триллионның астында қысқартылып жазылуы ТРЛН. Дәл осылай мен қысқаша түрде жазуын қолдандым. Сендерде ұзағы жазбай-ақ осылайнан қысқаша жазу түрін қолдансаңдар болады. Санның жазылуы енді міне 35 миллиард 617 миллион 927. Мына жердегі бізде мыңдықтар оқылмайды. Себебі ол бізде 0. Яғни жазылады, бірақ айтылған кезде қолданбаймыз. Келесі кестедегі мына соңғы сан. Оқылуын және жазылуын жазамыз. 5 триллион 327 миллиард 408 миллион 614 мың. Мінекей. Үшінші есеп. Мына сандарды цифрлармен жазыңдар. Біріншісі 710. Екіншісі 430 мың 60. Үшіншісі 508 мың 234. Төртіншісі 3 миллион 25 мың 6. Бесіншісі 32 миллион 15 мың 702. Келесі тапсырма. Төртінші есепте бізде сұрақ берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз. Біріншісі 70 мың 563 санындағы 5 цифрын нені білдіреді? Түсінуге оңай болу үшін алдымен мына кестеге қарайық. Кестедегі ең артында тұрған сан ол бізде бірліктер.
Барлық санда, мысалға мұнда 3 дегеніміз ол бірлік. Одан кейін ондықтар, жүздіктер, бірлік мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдар. Солай кете береді. Енді бізде мына жерде сұрап тұр. 5 дегеніміз мына 3-ші тұрған, я? Кестеде 3-ші тұрған ол бізде жүздіктер. Сонда 5 цифры бізде 5 жүздікті білдіреді. Келесі екінші сұрақ. 4 миллион 36 мың 8 санындағы 3 цифры нені білдіреді? Міне. 3, 4, 5-ші орналасқан. 1, 2, 3, 4, 5-ші орналасқан. Ол бізде ондық мыңдар. Яғни 3 цифр бізде ондық мыңды білдіреді. Үшінші сұрақ. 435 миллион 72 мың 614 санындағы 0 цифры нені білдіреді? Міне, мұна жердегі 0 цифрын сұрап тұр. Қараймыз. Бірлік, ондық, жүздік, бірлік мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдар. Сонда 100 дегенім, 0 дегеніміз бізде жүздік мыңды білдіреді. Келесі, 4-ші сұрақ. 8 миллиард 617 миллион 324 санындағы мыңдар класы неге аталмайды? Міне, мұна жердегі нөлдер. Яғни бұл бізде мыңдар класс деп аталады. Солар неге аталмайды? Себебі бізде класс 0 цифрынан құралып тұр, ол бізде оқылмайды. Келесі 5-ші тапсырмаға көшейік. Қандай сан разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазылған? Кітаптағын жазып аламыз. 9 көбейтілген 100, 900 болады. 6-ны 10-ға көбейтеміз. 60, оған 5-ті қосамыз, сонда 965. 965 санының разрядтық қосылғыштар түрінде жазсақ, жазылу жолы осылай болады екен. Келесі екіншісі. 5 көбейтілген 1000 қосылған 7 көбейтілген 100, қосылған 3 көбейтілген 10, қосылған 6. 5736 санына тең. 8 көбейтілген 10.000 қосылған 5 көбейтілген 1000 қосылған 4 көбейтілген 100 қосылған 2 85402-ге тең болады. Келесі соңғы 4-шісі де дәл солай 73094-ге тең. Осымен бізде А деңгейінің есебі аяқталды. Б деңгейінің есебін келесі видеоға саламын. Сау болыңдар балалар.